Тұңғыш президенттің тарихи-мәдени орталығында спортты қолдау мақсатында түрлі ұлттық ойындарды өткізу үрдіске айналған. Биыл да спорт күні мерекесіне байланысты салауатты өмірі жастарға үлгі атты тақырыпта қаламыздың ауыр атлетикадан спорт шебері, кәсіби пауэрлифтингтен бірнеше дүркін әлем чемпионы ардагер металлург Айтжан Исақовпен кездесу өтті. Кездесуге Кеңес социалистік республикалар одағы мен Қазақ Кеңес социалистік республикасының еңбек сіңірген жаттықтырушысы, Теміртау қалалық спорт ардагерлері кеңесінің төрағасы Сүйіндіков Кемелбек Момынұлы арнайы келді. Аға ұрпақтың жолы жастарға үлгі болсын деген мақсатпен шарамызға қаламыздың 55-16 әскери бөлімінің сарбаздары шақырылды. Қазақ халқымызда үлкенді сыйлау мен оларға құрмет көрсету ата-бабадан келе жатқан салтымыз. Айтжан атамыздың өмірлік тәжірибесі, ақыл-кеңестері, тәлім-тағылымдары біз үшін орны бөлек. Өзі де Теміртау қаласына 20-дан асқан қылшылдаған жас шағында келген екен. Ол Қазақстан магниткасы құрылысының қызу жүріп жатқан кез еді. Шет ауданының Қарабұлақ ауылының тумасы металлургтер қаласына үлкен арман жетегінде келді. Мұнда алғашқы еңбек жолын көлік басқармасынан бастап 26 жыл жұмыс жасады. Кейін Қазақстан магниткасы аталған заводқа мырышпен қыздырып қаптау цехына жұмысқа ауысады. Осылайша 40 жыл аянбай еңбек етті. Отбасын асырап, ұрпағын өсіріп қатарға қосты. Ақсақал әлі күнге дейін спорттан қол үзбеген. 24 жасында бастаған спорт ақсақалдың өмірлік серігіне айналған. 1968-69 жылдары халықаралық жарыста топ жарып, 1977 жылы Мәскеуде өткен, ал 1978 жылы Ленинград қаласында өткен халықаралық жарыста жеңімпаз атанып спорт шебері атағын алды. Бүгінде 12 дүркін әлем чемпионы Айтжан Исақовтың жетістігін қайталаған спорт ардагері кемде-кем болар. Артымда із қалдырсам, өскелең ұрпақтың құлағында қалар аталы сөз айта білсем деген спортшы атаның арманы. Бүгінде 80 жастағы Айтжан ақсақал өз жасының төлқұжаттағы сан ғана екенін дәлелдеп отыр. Сөзінде жастардан қалмауға тырысамын. Өсіп келе жатқан ұрпақтың жадына жастайынан денсаулықтың қадірін білуді, өз денсаулықтарына үлкен жауапкершілікпен қарауды қалыптастыруымыз керек, деді спортшы ардагер. Спорттың адам өміріне пайдасы жайлы түсіндіріп өтті. Әлі де жүйелі түрде жаттығулар жасайтынын, спорттық жаттығулар өмірінің ажырамас бөлшегі екеніне тоқталды. Қазіргі уақытта да чемпион ақсақал аптасына 4 рет өзі жаттығып, жаңадан бастағандарға жаттығуға көмектеседі. Сол үшін жастармен кездесуден, оларға халқымыздың мол мұрасынан, рухани қазынасы жайлы тағылымды әңгімелерін айтудан, реті келсе қара домбырасын күмбірлетіп, қазақтың тамаша күйі мен әнін сусындатудан бір шаршамайды. Қазақы шапанын киіп, қолына қасиетті қара домбырасын алып, ұрпақ үшін ұлағатын айтудан жалыққан емес. Ұлайым, осындай шежірелі қарттарымыз көп болғай.